Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болатын және де қамыры жұмсақ болып шығатын пицца дайындаймыз. Алдымен ұнымызға жылы суымызды және де ашытқымызды, қантымызды салып араластырып аламыз. Әрі қарай тұзымызды және де сұйық майымызды қосып араластырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап түйіршіктер қалмайтындай етіп илеп аламыз. Бізде тығыздығы қаттылау қамыр илем шығады, бірақ оның қаттылығынан қорқып қажет емес. Осылай дайын болған қамырымызды пакетке салып жарты сағатқа қойып қоямыз. Пиццаның соусына бізге қызанақ қажет болады. Оны видеода көрсетілгендей осылай бірнеше тілімдерге бөліп, қайнаған суда 15 минуттай ұстайтын боламыз. Сонда бізде қызанақтың қабығы оңай алынатын болады. Қызанақтың сыртында қабықтарын алып, блендердің көмегімен біркелкі болғанша езіп шығамыз. Егер блендер болмаған жағдайда шанышқымен езсеңіздер де болады. Енді соусын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, уақтап туралған чесногымызды салып, 20-30 секундтай араластырып тұрамыз. Одан соң жаңағы езілген қызанағымызды салып, астын орташа отқа қойып, қайнататын боламыз. Үстіне тұзымызды және де паприкамызды салып, тағы да қайнатып аламыз. Қамырымызды екіге бөліп, үстінен басып тағы да илеп аламыз. Одан кейін үстіне азғантай сұйық майымызды жағып, бетін жауып 45 минутқа қойып қоямыз. Содан соң қызып тұрған табамызға азғантай май құйып, фаршымызды салып, қуырып алатын боламыз. Уақтап туралған жуамызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң тұзымызды, паприкамызды және де дайын болған соусымыздан 2-3 қасықтай салып, суы сарқылғанша қуырып алатын боламыз.
Содан соң қамырымызды қолмен жазып, пиццаның формасын жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей соусымызды жағып, фаршымызды және де үкіштен өткізілген сиырымызды себетін боламыз. Мен екінші пиццаны помидордан және де колбасадан жасаған болатынмын. Енді оны 180 градуста 10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Менің отбасымның көңілінен шықты. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.